Орынбор казактары. Енді Орынбор казактары дегенде сіздер мынаны естеріңізден шығармаңыздар. Жай казактармен айырмашылығы өз беттерімен емес, патша үкіметінің бастама көтеру бойынша арнайы мақсатпен құрылған болатын бұл Орынбор казактары. Сонымен 1748-1755 жылдар аралығында құрылды, орталықтары Орынбор қаласы болды. Және шекараны қорғау күзетінде қызмет етті. Тағы бір айтатын ерекшелік, бұл әскер, осы Орынбор казактары құрамы жағынан көп ұлтты болды. 1840 жылы, экранда жазылмай кетіпті, 1840 жылы Орынбор казак әскерлері туралы ереже шыққан болатын. Ол бойынша Орынбор казак әскерлерінің жерінде тұратын барлық шаруалар казактар тобына қабылданған еді. Тағы да казактар негізінен селолық жерлерге қоныстанды. Демек, казактардың негізгі тұрған жерлері селолық жерде. Ал қалада бар болғаны 2% ғана тұрған Орынбор казактарының. Енді осы Орынбор казактарының әйелдері ешкінің түбітінен тоқыған шәлісі, орамалы, бөкебайы бүкіл Ресейге және одан тыс жерлерге кеңінен танымал болған болатын. Демек, бұл жерде біз Орынбор казактарының әйелдерінің ешкінің жүнінен тоқығанын біле алады екенбіз. Не тоқыды? Шәліс, Орынбор шәлісін, орамалын және бөкебайды тоқыған екен. Келесі бізде Орынбор казактарынан кейін қандай еді? Келесі Сібір казактары. Сонда сіздер біліп жатсыздар Жайық казактарын, Орынбор казактарын, Сібір казактарын және Жетісу казактарын. Келесі бізде Сібір казактары. Міне, көріп тұрсыздар, қайда орналасқанын картада нақты көрсетілген. Картаны мұқият қарап шығыңыздар, немесе суретке түсіріп алыңыздар. Енді Сібір казактары дегенде негізін әскер қызметіндегілер құрды. Сібір казактарының негізін әскер қызметіндегілер құрды. Олар 16 ғасырдың аяқ кезінен бастап Сібір әскери бекіністерінде күзет қызметін атқарған болатын. Ал 18 ғасырда, міне 18 ғасырдан бастап Батыс Сібірдің оңтүстігінде бір қатар шекаралық бекініс қамалдар бой көтерілді. 1808 жылы Сібір казактары, Сібір шекара шебінің казак әскерлері деген ресми атқа ие болады. 1800 жылы Сібір казактары, Сібір шекара шебінің казак әскерлері деген ресми атқа ие болды. Қайталап айттым. Әскердің штабы Омбы қаласында орналасты. Олардың әскери атаманы Батыс Сібір генерал-губернаторына, ал кейінірек Дала өлкесінің генерал-губернаторына тікелей бағынды. Бұл ақпарат экранда жоқ, сондықтан мұқият тыңдаңыздар. 19 ғасырдың аяқ кезінде Сібір казак әскерлері 2 облысқа орналастырылды. Ол Ақмола және Семей облыстарына. Енді осы Сібір казактарының негізгі кәсібі ол егіншілікпен айналысу болды. Әр қайсына тесілі жер тілімдері берілген. Ол жер тілімдері орта есеппен алғанда 30 десятинадан айналған болатын. Енді жерді тек ер азаматтарға ғана берді. Сонымен қатар офицерлердің жері, егер Сібір казактарында офицерлік қызмет атқарып тұрған болса, сол офицердің жері өмір бойы пайдалану құқығына ие болады. Осы Сібір казактары Петропавл маңында бау-бақша өсірумен айналысатын тұтас казак поселкелерін құрды. Демек, Петропавл маңындағы тұрып жатқан Сібір казактары қандай шаруашылықпен айналысты деген кезде, немен айналысты дегенде бау-бақша өсірумен дейміз. Және бұл жерде казак поселкелері құрылған болатын. Казак поселкелері құрылды. Шекара шебінің темекісі махорка бүкіл Сібірге кеңінен тарады. Демек, Сібір казактарының темекісі махорканы біз білуіміз керек, ол Сібірге кеңінен таралған болатын. Енді осы Сібір казактары туралы тарихты біз қайдан білеміз? Бұл Сібір казактарының тарихын
олардың ертіс бойындағы қазақтармен қарым-қатынасын зерттеген белгілі тарихшы. Демек, қазақтармен қарым-қатынас орнатып, зерттеумен айналысқан тарихшы және өлкетанушы генерал Катанаев осы айналысқан болатын зерттеумен. Және бұл кім дегенде сіздер біліңіздер. Катанаев негізі казак әскерлерінің генералы, Сібір казак әскерінің ресми тарихшысы. Одан кейін келесі Жетісу казактары. Міне сіздерде экранда көрініп тұр. Жетісудың жерін білесіздер. Бұл Жетісу казактары. 1867 жылы Жетісу облысы құрылғанда Сібір казактарынан жасақталған бұл облыстың әскери губернаторы сонымен бірге бір мезгілде Жетісу казак әскерлерінің тағайындалған атаманы болып та бекітілді. Енді осы экранда міне сіздерде тұр жасалынған. Міне Бұхар әмірлігі, Қоқан, Хиуа, Түркменстанды бағындыруда және ұлт азаттық көтерілісті басуда ерекше белсенділік танытты осы Жетісу казактары. Жетісу казактарына өзін-өзі басқарудың жетілдірілген түрі тән болды. Енді осы өзін-өзі басқарудың басты органы сход деп аталған болатын. Демек, сход жиыны маңызды рөл атқарған. Бұл Жетісу казактары. Демек, сіздер осы Жетісу казактары туралы және Жайық казактары, Орынбор казактары және Сібір казактары туралы білдіңіздер. Енді бұлардың бәрінің атқарған міндеті белгілі және қандай айырмашылықтары бар екенін осы мен түсірген